Танымал айтыскер ақын Айгүл Елжібаева отбасы мәселесін көтеріп, ажырасып жатқан ерлі-зайыптыларға үндеу жасады. Айгүл Елжібаева отбасындағы кикілжің неден туындайтынын түсіндіріп, жас жанұяларға келелі кеңесін айтты. 90 түрлі тағдыр бар. Өмірде біреудің тағдырына бола барлық еркек атаулыдан бездіру насихатын жүргізіп, еркек атаулына жерге тығудың қажет жоқ. Алла тағала әр жаратылысты жұп қылып жаратқасын, еркекке әйелді жұп қылып жаратты. Ал қыз-теке мен лесбиянканың әнәпсінің жетегіне кетіп, өз жаратылысынан безген науқас адамдар. Оларды қорғап қолдау есі дұрыс адамның іс-әрекеті емес. Отбасындағы дүрбелең екі елі ауызға төрт елі қақпақ болмағаннан, екі еліңе ие болмағаннан шығады, деп үлкендер айтқандай, даудың басы осы екі нәрседен шығып тұр. Тақуалықтың өзі нәпсімен күрес болса, нәпсінің құмарлығына салынған адамның отбасының берекесі болмайды. Нәпсі құмарлықтан отбасы бұзылады. Иманды адам да осы екі нәрсесіне ие болғанда бәледен құтылады, деп жазды айтыскер. Сонымен қатар өнер иесі адамға тәрбиесі мен өскен ортасы елеулі әсер ететінін алға тартты. Тәрбие мен өскен ортаң нашар болса, болашаққа балта шабылу, адасу да осы жерден басталады. Басыңда ақылың болмаса, тәрбиесі жақсы адаммен дос бол, жақсы ортаны таңда. Адамның өсуі мен өшуі де ортасына байланысты. Қартайғанда қасыңда қарайып жүре берсін. Не қыласың, үйіңе кіріп шығып жүретін біреу болсын, деп үлкендердің сөзін тыңдап, жек көрініш сезімін тиеп тастаған ерлі-зайыптыларды ажырасулар болмайды. Қартайғанда жалғызсырамай, қосағымен қоса ағарады, деді ақын. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.